Айналаны көзбен емес, мимен көреміз. Елестетіңізші, кішкентай ғана дөңгелек шар тәрізді көзіңіз, ол қаншама миллиондаған жасушаларды қамтыған. Және ақиқатында біз осы көзбен емес, ми арқылы көреміз. Ол қалай жүзеге асады десеңіз, адам баласының көруіне жауапты көздің ішінде 120 миллионнан астам таяқша жасушалар бар. Және айналамыздағы әртүрлі түстерді дәлме-дәл ажырататын 6 миллион таяқша жасуша қамтылған. Және де біз қабағымыз түсіріп қайтадан ашқан кезімізде көздің қарашығы біздің осыған дейін қабылдаған ақпаратты және оны миға жіберіп келесі ақпаратты қабылдауға кішірейіп қайтадан үлкейіп үлгереді. Яғни өте миллисекундтың ішінде. Ал енді көз айналада көрген нәрселерді сәуле арқылы қабылдап, және де сол сәулені электр сигналдарын айналдырып, миға қарай сағатына 430 километр жылдамдықпен жібереді. Мида көз арқылы келген сәулелерді құрастырып, нағыз көру процесі сол мида жүзеге асады. Сондықтан біз көз арқылы емес, ми арқылы көретіндігімізді бүгінгі ғылым дәлелдеді. Ал енді осы көзімізді миллиондаған жасушалардан тұратын Аллах тағала жаратып, оны қасиетті Құранда «Әләм нәджәләһу айнайн» біз оларға адам баласына көретін көз жасап бермедік па деп қасиетті Құранда осы көздің нығметіне, оның сырттағы ақпаратты қабылдау арқылы миыңыздағы процестің жүруін, күллісін өзі жасағандығын Аллах тағала Құранға қосты. Сондықтан Аллах тағаланың сөзі хақ. Ал енді бұл ақпарат сіз үшін жаңалық болған болса, онда айналаңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Рамазан айында Аллаға бір табан жақындағыңыз келсе, біз сізге арнап жоба дайындадық. Көп уақытыңызды алмайды, бірақ бұл амалдармен Алланың сүйікті құлына айналуыңыз мүмкін. Рамазан амалдары YouTube арнамызда.